Сәлем достар, мен сіздермен бүгін 500 оттенков серого атты фильмге бірге шолу жасайтын боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып лайк басып қолдап отырыңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Фильмде Анастасия Стиль есімді қыз достары бұл қызды Анна деп атап кеткен болатын. Аннаның жасы 21-де болатын. Ол жақында ғана университет бітіретін және Анна диплом табыстау кешіне қатысатын. Айта кететін болсақ, бұл диплом табыстау кешіне жас миллиардер және білім беруші университеттердің инвесторы Кристиан Грей қатысатын. Жоспар бойынша жас миллиардер Кристианнан Аннаның досы Кейт сұхбат алу қажет еді. Бірақ өкінішке орай Кейт ауырып қалып, оның орнына Анна Кристианнан сұхбат алмақшы болады. Солайша Анна Кристианның алдына келген сәтінде оның алдына шалынып құлайды. Бірақ Кристиан оған түсіністікпен қарап, Аннамен ары қарай сөйлесіп кетеді. Осыдан кейін Анна Кристианға құрбысы дайындаған сұрақтарды қойып шығады. Бірақ Анна сол жерде Кристианға біртүрлі сұрақтарды қойып жібереді. Кристиан болса Аннаның бұндай сұрақтарына мүдірмей жауап береді. Сонда Кристиан Аннаның бойында бір қабілеттің жасырын жатқанын біледі. Солайша арадағы уақыт өтіп, Анна Кристианнан кетуге асыққан сәтте Кристианға деген барлық сұрақты қоюға үлгере алмай қалады. Осыдан кейін Кристиан Аннадағы Кейт дайындаған сұрақтарды өзіне алып қалып, Анна үйіне келген сәтте Кристиан Анна қояр сұрақтардың жауабын Кейттің электронды поштасына жазып жібереді. Осыдан кейін Анна университет оқып жүрген сәтінде оның Хосе Родригес есімді дос баласы бар болатын. Бірақ Хосе Аннаға сезімін білдірген сәтте Анна Хоседің сезіміне жауапсыз қалдырған болатын. Осыдан кейін Анна құрылыс заттарын сататын дүкенде жұмыс жасайтын. Аннаға бір күні Кристиан келіп, одан өзіне қажетті құрылыс материалдарын алады. Сонда Кристиан Аннаны танып қалады. Солайша Кристиан алған заттардың ақшасын төлеу барысында Аннаның қасына жұмысындағы әріптесі келіп, Аннаға көмектескісі келген сәтте, оны көрген Кристианның ашуы келіп, Аннаға ақшасын төлегеннен кейін өзінің визиткасын қалдырады. Осыдан кейін Анна өзінің университеттегі әріптестерімен бірге студенттік журналдың бетіне Кристианның суретін қою үшін Кристианмен бірге фотосессия ұйымдастырады. Фотосессиядан кейін Кристиан Аннаның жұмысындағы еркек әріптесі жайлы сұрайды. Сонда Анна Кристианға ол еркектің ағасындай болып кеткенін және Анна дәл қазір ешкіммен кездесіп жүрмегенін айтады. Осыдан кейін Анна мен Кристиан кафеге келіп, екеуі біраз әңгімелеседі. Осыдан кейін Анна мен Кейт клубқа баруға дайындалып жатырған сәтінде Аннаға Кристианнан қымбат кітаптар сыйлыққа келеді. Мұны көрген Анна Кристианға бұл кітаптарды қайтарып бермекші болады. Себебі бұл кітаптар өте қымбат болатын. Солайша Анна құрбысы Кейтпен клубта жүрген сәтінде Анна Кристианға хабарласып сыйлыққа берген кітаптарын қайтып беретінін айтады. Сонда Кристиан Аннаның мас екендігін байқап, Анна отырған клубқа келеді. Осыдан кейін Кейт өз ағасымен билеп жатырған сәтінде Аннаға досы Хассе келіп, оны сүймекші болады. Сол сәтте олардың үстіне Кристиан келіп түсіп, Хассені итеріп жібереді. Себебі Кристиан Хассенің Аннаға деген әдейі жабысқанын білген болатын. Келесі күні Анна Кристианның үйінде, дәлірек айтсақ төсегінде оянады. Осыдан кейін Кристиан Аннаны өзімен бірге тамақтандырып, артынша Аннаға киім сатып алып береді. Осыдан кейін Кристиан Аннамен жұмысынан соң жолығып, Кристиан Аннамен бірге төсекте жақындасқысы келетіндігін айтып, бірақ Кристиан Аннаға бір қағазға қол қоймайынша тиіспейтіндігін айтады. Солайша Анна мен Кристиан лифтте оңаша қалған сәтте Кристиан шыдай алмай Аннамен сүйісе кетеді. Артынша Кристиан Аннаны үйіне жеткізіп тастайды. Анна кездесуден кейін Анна Кристианды ойлай бастайды. Кешкісін Кристиан Аннаны өзімен бірге тікұшаққа отырғызып, артынша Кристиан Аннаны үйіне алып келіп, Кристиан Аннаға Кристианмен болған қарым-қатынасты ешкімге жарияламау қажеттігін айтып, артынша Анна сол келісімшартқа қол қояды. Осыдан кейін Кристиан Аннаны бір бөлмеге алып келіп, Кристиан бұл бөлмені ойын бөлмесі деп атайтындығын айтады. Сонда бұл бөлмеде кровать және де бірнеше түрлі төсекте рахаттануға қажетті заттар болған болатын. Сонда бұны көрген Анна не дерін білмей үнсіз қалады. Осыдан кейін Кристиан бөлмеде болатын нәрселерді түсіндіріп, артынша Кристиан Аннаға өзімен бірге төсектес болғаннан кейін жай ғана рахат алып қоймай, онымен бірге Аннаның миллиардер досы болатындығын айтады. Осыдан кейін Анна Кристианмен келісіп, осы сәттен бастап Анна Кристианның кандидатына айналады. Осыдан кейін Анна Кристианға өзінің бұлай төсек үшін жұмыс жасайтындығы және Анна әлі күнге дейін бір жігітпен болсын төсекте болып көрмегендігін айтады. Осыдан кейін Кристиан Аннаның бұл қателігін дұрыстау үшін Аннаны ойын бөлмесіне алып кетіп, екеуі түні бойы төсекте қалағандарын жасап рахаттанады. Анна осыдан кейін түн ішінде ұйқысынан оянып кетіп, Кристианның роялінің қасына барып отырады. Артынша Кристиан Аннаға келіп, екеуі сол жерде қалағандарын жасап рахаттанады.
Таңертеңгісін Анна Кристианға таңғы асын әзірлеп беріп, артынша Кристиан Аннамен тағы да рахаттанайын деп жатырған сәтінде олардың үстіне Кристианның әке-шешесі келіп қалады. Себебі Кристиан анасын көп көрмегендіктен анасы Кристианға шақыртусыз келетін. Осы жағдайдан кейін Кристиан әкесі мен анасына не деп жауап берерін білмей қалады. Ал Анна болса Кристианның анасымен жақын танысып үлгереді. Сол жерде Кристианның анасы Аннаны өзіне қонаққа шақырады. Кристиан осыдан кейін Аннамен бірге орманда серуендеп, артынша Кристиан Аннаға қалай бұл жағдайға түскендігін айтып береді. Кристиан 15 жасында оған анасының құрбысы төсекте қатынас ұсынғандығын, осыдан кейін Кристиан анасының құрбысымен 6 жыл бойы үздіксіз төсекте қатынаста болғандығын және Кристиан Аннаға осы жағдайдан кейін осылай болғандығын айтады. Осыдан кейін Анна үйіне келген сәтте Кристиан Аннаға компьютер сыйлаған болатын. Солайша Анна кешкісін жалғыз отырып Кристианмен келіскенін келісімшартты оқып, ішінен өзі келіспейтін талаптарды табады. Осыдан кейін Анна Кристианның жұмысынан кейін Кристиан мен Анна төсекте қалағандарын жасап рахаттанады. Осыдан кейін Анна Кристиан мен Кристианның офисына келіп, өзі келіспейтін келісімшарттарын айтады. Сонда Кристиан ол келісімшартқа Аннаның өзімен бірге бос уақытын өткізуін қосады және Кристиан Аннаға бұл келісімшартқа алдағы уақытта жаңартулар енгізетінін айтады. Бұл жағдайлардан соң Анна университеттегі диплом алу кешінде Кристиан Аннаға дипломын табыстайды. Осыдан кейін Анна Кристианның әкесімен жақын танысып алады. Артынша Кристиан Аннаға университет бітіргенінің құрметіне оған машина сыйлайды. Осыдан кейін Кристиан Аннамен төсекте қалағандарын жасап рахаттанады. Осы жағдайдан кейін Кристиан Аннаны өзінің әке-шешесімен таныстыруға апарады. Артынша Кристиан Аннаға сол жерде тиісіп кетіп, солайша Кристиан Аннаны оңашаға шығарып алып, ал Анна болса Кристианды келісімшартсыз қосылайық дейді. Себебі біз келісімшартсыз-ақ бақыттымыз дейді. Осы жағдайдан кейін Анна өзінің анасына ұшақпен жол тартады. Жағдайдан кейін Кристиан Аннаның артынан қуып жетіп, Кристиан Аннаны тік ұшақпен алып кетеді. Осылайша Анна мен Кристиан әуежайға келген сәтте Кристиан жұмыс бабымен Аннаның қасынан кетіп қалады. Осыдан кейін Анна Кристианның жұмысына келген сәтте Кристиан демалу үшін Аннамен тағы да төсек қатынаса түсіп рахаттанады. Бұл жағдайдан кейін Анна Кристианға келісімшартсыз рахаттанайық деп шарт қояды. Кристиан болса Аннаны жазалау үшін оны ойын бөлмесіне әкеліп, Аннаны төсекте аямай қинайды. Бұл жағдайдан кейін Анна Кристианның шынайы бет бейнесін көріп, оған тек құлдыққа әйел қажет екендігін біледі. Осы сәтте Анна үшін ең қорқыныштысы Кристианды шын сүюі болатын. Осы жағдайдан соң Анна Кристианнан кетуді шешіп, Анна Кристианның пәтерінен кетіп қалады. Содан кейін барлығы тас қалпына түсіп, Кристиан болса Аннаны ойлай береді. Кристиан Аннаны қатты ойлағаны соншалықты, Кристиан жұмыс барысында мазасы қашып кабинеттен шығып кетеді. Осымен фильм аяқталады. Видео ұнаса арнаға жазылып лайк басып қолдап отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.